Отбасы және неке құқығы. Қазақстан Республикасының неке және отбасы туралы заңының 1 бабына сәйкес, отбасы некеден бала асырап алудан немесе балаларды тәрбиеге алудан, басқа да өзге нысандардан туындайтын адамдар тобы. Неке отбасы құрудың негізі болып саналады. Некеге тек кәмелет жасқа толған адамдар ғана тұра алады. Ерлі-зайыптылар некеде тұрған кезеңде сатып алынған мүліктің барлығы қайсының атына жазылғанына қарамастан ортақ мүлік болып есептеледі. Ата-аналардың өз балаларына қатысты тең құқықтары мен тең міндеттері болады. Баланың тәрбие мен білім алу мәселелерінің бәрін тек ата-анасы ғана шешеді. Балаға тәрбие беру, оны асырау, оқыту, қамқор болу ата-анасының міндеттеріне жатады. Ал бала туылғаннан бастап, оның білім алу, медициналық жәрдем алу, келешек мамандығын өзі таңдау сияқты құқықтары болады. Егерде ерлі-зайыптылардың некесі бұзылған жағдайда, олардан туылған балалардың әрқайсысымен араласуға құқығы бар. Сондай-ақ неке бұзылған жағдайда ата-аналардың бірі баласы үшін алимент талап етуге құқығы болады.